Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін тәтті шайға пряник пісіреміз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, ұн, сүт, сары май, тұз, қопсытқыш, қант керек. 2 жұмыртқамызды жарып алып, 3-ші жұмыртқаның сарысын қосамыз. Қант қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Қант кішкене ерігенше жақсылап араластырып, сары майымызды қосамыз. Тұзымызды, сүтімізді құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп, қамыр илейміз. Ұнды керегінше қосамыз. Көбін қоспаймыз. Қамыр біріккенше жақсылап илеп аламыз. Қолымызды сұйық маймен майлап, осылай көп ұн қоспай, осындай жұмсақ қамыр болады. Бетін жауып көп қоямыз. 10-15 минутқа. Содан кейін осылай вилкамен осындай бөліктерге бөліп, сұйық маймен майлап, осындай қалыңдықта, видеода көрсетілгендей қалыңдықта пряниктерімізді жасап, противеньге тізіп аламыз. Барлығын осылай тізіп аламыз. Үстіне күнжік тебеміз. Екінші қалған бөлік тестадан жасап жатырмын. Өте көп мөлшерде шығады. Қызып тұрған духовкаға 180-190 градусқа 15-20 минут пісіреміз. Әркім духовкасы әрқалай, сол үшін бақылап тұру қажет. Осылай өте жұмсақ, әдемі болып пісіп шығады. Құрамын описаниеге жазып қоямын. Осындай іші өте жұмсақ, үгітіліп тұрған пряник шайға өте жақсы. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді